Бәріңе сәлем. Сіздермен бірге мен Нұрасыл Азат және біліп жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз ғылым деген не деген сұраққа жауап беретін боламыз және де ғылымға нелер жататынын айтатын боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ғылым деген не? Ғылым бұл әлем және оның құрылымы туралы білімдерді іздестіру. Әлемнің құрылымын түсіндірудің басқа тәсілдерінен айырмашылығы ғылым тәжірибелерге, тексеруші теорияларға, идеяларға негізделеді. Ғылым пайда болғанға дейін ежелгі адамдардың тіршілігі қай жерден басталды? Неге күн аспанмен жылжып бара жатқан сияқты болып көрінеді? Мұхиттардың ар жағында нелер бар және тағы басқа сұрақтарды түсіндіру үшін ежелгі аңыздарға сүйенген. Осы мәліметтер көбіне діни кітаптардан немесе тексерместен жалған идеялар ойлап тапқан ғалымдардан алынды. Аңыздарды тексеру мүмкін емес болғандықтан олардың жүздеген нұсқалары және әр халықтың ақиқатқа байланысты өз болжамы болған екен. Ғылымдар. Бұдан 2000 жыл бұрын ғылым пайда болғаннан бастап біздің дүние туралы біліміміз айтарлықтай толықты. Ғылым қоғамды өзгерткен жаңалықтар ашты. Мәселен, ауруларды емдеу. Сондай-ақ ол телефон, теледидар, ғарыш кемелері мен компьютер сияқты ғажайып өнертабыстар әкелді. Ғылымның осы практикалық тармақтары технологиялар деп аталады. Медицина. Медицина ауруларды емдеу ғылымы. Бұрынғы заманның адамдары ауру теріс қылу үшін жаза деп есептеп келді. Ғалымдар қазір көпшілік ауруларды тұқым қуалайтынын немесе адамның қорғаныс жүйесіндегі ақаулардың микроорганизмдері шақыратынын біледі. Химия. Барлық заттектер сенің шашың мен тістеріңнен бастап айналаңдағы ауа және кітаптағы қағазға дейін химиялық заттектерден тұрады. Химиктер молекулалар құрауы үшін атомдардың бір-бірімен қосылуын түрлі нұсқаларда зерттеп зерделейді, немесе жаңа заттектер құрау үшін молекулалардың қалай ыдырайтынын және жаңаша қосылатынын тексереді. Биология. Биология тірі организмдерді ғылыми зерттеу. Оның көп салалары тіршіліктің әркелкі түрлеріне арналған. Ботаника өсімдіктерді, зоология жан-жануарларды зерделейді. Биологияның ең маңызды идеясы тірі тіршілік иелеріне бүгінгі түрлерінде жаратылысқа қалай келгендерін түсіндіретін табиғи іріктеу арқылы болатын эволюция теориясын болып табылады. Физика. Физиктер энергияны және қозғалысты зерделейді. Олар атомдарды құрайтын заттектердің ең кішкентай бөлшектерін және материядан мүлде құралмайтындарын, уақытты, жарықты, ауыртпалық күші мен кеңістікті зерттейді. Физиктер бізге телевизия мен ұялы телефондарды берген радиотолқындарды ашты. Геология. Геология жерді және оның ішіндегілерді зерделейді. Геологтар химиялық заттектердің тау жыныстарының минералдарға қалай айналғанын және оларды қалай ыдырайтынын немесе тау жыныстарының басқа түрлеріне айналу арқылы өзгеретінін зерттейді. Геологтар сондай-ақ жердің тереңінде және ішінде болып жатқан процестерді бақылайды. Осы процестер жер сілкіністері мен жанартаулардың атылуына себеп болады және уақыттың ұзақ кезеңдерінің ішінде біздің ғаламшарымыздың бетін ұдайы өзгертіп тұрады. Астрономия. Жер ғаламшары, ғаламшарлар, жұлдыздар, галактикалар және бос кеңістіктің мол өрістері орналасқан орасан үлкен ғаламдағы материяның кіп-кішкентай ғана бөлшегі. Астрономия біздің ғаламшарымыздан тыс орасан үлкен саланы зерделейді. Зымыран жасау технологияларының арқасында астрономдар енді ғарышты тікелей зерттей алады. Міне достар, бүгін біз ғылым деген не деген тақырыпқа жауап іздедік және ғылымдарға не жататынын білдік. Достар, сіздерге осы ғылым деген не екенін жақсы білулеріңізді сұраймыз. Алдағы уақытта олар сіздерге өте қажет. Ал сіздерге видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.